Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Енді сіздер қалай ойлайтындарыңызды білмеймін. Мысалға, мұғалімдерге жыл сайын жаңадан бұйрықтар енгізеді ғой, қағаздарына, иә. Түсінухат деген болады. Мұғалімдер жақсы біледі. Жыл сайын бітпейтін приказдар. Не деген бітпейтін приказдар деп кейде ойлаймын да. Негізі қағазға өзгеріс емес, ғылымға өзгеріс керек қой бізге. Мысалға, жапондар не істейді? Жапондар бір жылдар робот құрастырса, келесі жылы тура сол роботтың дамыған жаңа түрін жасап шығарады. Жыл сайын солай. Ал қазіргі Жапонияның жалпылама технологиясын сіздер, мен айтпасам да өте жақсы білесіздер ғой енді. Сондықтан бізге білім саласына кәдімгідей өзгеріс керек негізі. Біз сөз бостандығы бар демократиялық мемлекетте тұрамыз ғой, сондықтан өз елімнің жас азамат ретінде осындай бір өзімнің пікірімді айтқым келіп отыр. Бізге білім саласына реформа керек. Жай реформа емес, өте үлкен реформа керек. Және де ол реформа бізде ғылым саласына бағытталу керек. Неге бұлай айтып отырмын? Себебі ғылым дамымай, ел өркендемейді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.